Жоғарғы жақ максилля. Құрылысы бойынша авалы сүйекке жатады. Өйткені сүйектің құрылысы көптеген тесіктермен және денесіндегі гаймор қуысымен авалы болып есептелінеді. Жоғарғы жақтың денесі және 4 өсіндісі бар дейміз. Денесі корпус максилле, өсінділері процессус. Процессус фронталис, маңдай сүйегімен біргетін өсіндісі. Процессус зигоматикус, процессус альвеолярис, тіс яшықтар орналасқан өсіндісі, және процессус палятинус, таңдай өсіндісі. Жоғарғы жақтың 4 беті болады. Алдыңғы беті, мұрын беті, көз шарасы беті және самай асты беті. Беті фациес, фациес антериор, фациес назалис, фациес орбиталис және фациес инфратемпоралис. Алдыңғы бетінде көз асты тесік орналасқан, көз шарасының астында форамен инфраорбиталис. Мына жерді сүйір тіс немесе ит тіс дейміз, дентис канини. Соған байланысты ит шұңқыры деп атаған фосса канини. Бет өсіндісі альвеолды өсіндімен бірігіп, бет альвеолды қыр құрайды. Криста максилле. Артқы бетінде немесе фациес инфратемпоралис, самай асты бетінде тубер максилле орналасқан. Ол жерде майда бірнеше тесіктер бар. Ол жерден нервус альвеолярис супериор, постериор нервтері шығады. Жоғарғы жақтың денесінде 4-ші, 5-ші, 6-ші, 7-ші, 8-ші немесе үлкен және кіші азу тістердің тұсында гаймор қуысы орналасқан. Синус максилле немесе жоғарғы жақ қуысы деп айтамыз. Жоғарғы жақтың көз шарасы бетінде көз шарасының төменгі саңлауы орналасқан. Инцизура орбиталис инфериор. Жоғарғы жақ көз шарасының төменгі қабырғасын құрауға қатысады. Жоғарғы жақ жұп сүйек болғандықтан екеуі бірігіп алмұрт тәрізді апертураны құрайды. Апертура пилиформес. Мұрын жақ бетінде 3 мұрын жолы бар. Оның ортаңғы мұрын жолы осы гаймор қуысымен тесік арқылы байланысады. Гиатус синус максилле. Таңдай бетінде таңдай өсіндісімен таңдай сүйегі қосылып, қатты таңдайды құрайды. Қатты таңдайдың алдыңғы бетінде ортаңғы күрек тістерінің ортасында күрек тіс тесігі орналасқан. Форамен инцизиви. Бұл жерден аттас нерв шығады. Нервус инцизивус немесе назопалятинус. Қатты таңдайдың артқы жағында 8-ші тістердің тұсында үлкен және кіші таңдай тесіктері орналасқан. Үлкен таңдай тесігі және кіші таңдай тесігі. Форамен палятинум майор, форамен палятинум минор. Бұл жерден де аттас нервтер шығады. Нервус палятинус майор, нервус палятинус минор. Жоғарғы жақ жұп сүйек болғандықтан бір жартысымен есептеп алған кезде ұяшық өсіндісінде 8 тіс орналасқан дейміз. Төмен жақтың құрылысы. Төмен жақ мандибуля. Бұл
тақ сүйекке жатады. Құрылысы тығыз сүйектер. Төмен жақтың денесі және екі бұтағы болады. Екі бұтағының өзі екі өсіндіге бөлінеді. Денесін корпус мандибуле, бұтағын рамус мандибуле дейміз. Төмен жақтың денесінің өзі альвеолды бөлігі және төмен жақ денесі деп екіге бөлінеді. Альвеолды бөлігі парс альвеолярис. Онда 16 тіс ұяшықтары орналасқан. Бұтағында төмен жақтың бұтағы рамус мандибуле және денесі корпус мандибуле біріккен жерінде 110 градус төменгі жақ бұрышы пайда болады. Ангулюс мандибуле. Осы ангулюс мандибуленің ішкі жағында және сыртқы жағында мынандай кедір бұдырлар орналасқан. Бұл кедір бұдырларға шайнау бұлшықеттері кеп бекиді. Сыртқы бұл шайнау бұдырлар дейміз, ішкісін ішкі медиалды бұдырлар деп атайды. Рамус мандибуленің өзі екі өсіндіге бөлінеді дедік. Біріншісі процессус короноидеус, тәж өсіндісі, және процессус кондилярис, айдаршық тәрізді өсіндісі, немесе буын өсіндісі деп айтуға да болады. Денесінде сыртқы бетін және ішкі бетін бөліп айтамыз. Сыртқы бетінде тәж өсіндісінің төмен қарай жүре өткенде қиғаш сызық линия обликва орналасқан. 4-5 тістердің арасында иек тесігі форамен ментале. Алдында иек шодыры, ортасында туберозитас ментале және иек төмпешіктері, соның екі жағында туберкулум ментале. Ішкі бетінде туберозитас ментале интерна, ішкі иек шодыры орналасқан. Төмен жақтың төменгі жиегінде фосса дигастрика, қос қарынды бұлшықет ойығы, шұңқыры немесе. Осы жерге қос қарынды бұлшықет келіп бекиді. Екі өсіндісінің байланысқан жерінде инцизура мандибуле, немесе төменгі жақ ойығы, жартай тәрізді ойық орналасқан. Ішкі жағында төменгі жақ тесігі форамен мандибуле. Бұл жерден үшкіл нервтің төменгі жақ нервісінің тармақтары келіп ішіне енеді. Осы тесік форамен мандибуле төменгі жақтың денесі арқылы өтіп, алдыңғы бетінде форамен ментале боп ашылады. Сонда төменгі жақ каналы, каналис мандибуле. Азу тістердің артқы бөлігін ретромалярлы үшбұрыш деп атайды. Ретромалярлы, ретро артқы, маляр азу тіс. Азу тістің артындағы үшбұрыш.